Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Сабағымызды бастаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп қоямыз. Одан кейін менің сабағыма қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып 89-ші сабақ. Құстар туралы не білеміз? Зат есімнің жіктелуі. Алдымен бүгінгі сабақта дереккөздерден қажет ақпаратты табамыз, сөздерді жіктеуді білеміз, сөйлемдердегі сөздерге тиісті жіктік жалғауларын қосып аламыз. 23-ші жаттығу, мәтінді оқы. Құстардың ішінде ең қырағысы сұңқар. Оның көзінің өткірлігі сондай, бір шақырым жердегі кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт. Ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішінде ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады. Мәтіндегі құстар туралы мәлімет жина. Оны сыныптастарыңа таныстыр. Сұңқар батыл құс. Тышқандарды аулап қоректенеді. Ол қорегін 1 километр қашықтықтан көреді. Оны кейбір адамдар асырайды, аң аулағанда пайдаланады. Ал бүркіт ақылды, айбарлы құс. Көзі адам көзінен де артық көреді. Көздері бастың біраз бөлігін алады. Оны да адамдар асырап, аң аулауға пайдаланады. Үкі орманда өмір сүреді. Күндіз демалып, қорегін түнде аулайды. Қауырсыны үлпілдек, басы үлкен, көзі бақырайған. 12 жұмыртқаға дейін туады. Ұясын жасырын жерге салады. Ал пингвиндер суда да жерде де өмір сүреді. Суда қанаттары ескекке айналады. Арқалары қара-қоңыр, бауыры ақ түс болады. Жүгіргенде қатты жүгіреді. 24-ші жаттығу, ребусты шешуіндегі сөзді жіктеп жаз. Балалар, ребусты шешеміз. Бұнда ребустың шешуі сұңқар. Ребустың шешуіндегі құс туралы дереккөздерден ақпаратты тауып, кестені толтыр. Құс атауы сұңқар, көлемі ірісі 12 килограмм, кішісі 50 килограмм. Ерекше белгілері қырағы көз және көзі өткір. Қасиеті мәнелеп шаршамай ұшады, ал пайдасы кеміргіштерден қорғайды. Енді жіктейтін болсақ, мен бірінші жақ сұңқармын, екінші жақ сен сұңқарсың, сіз сұңқарсыз, үшінші жақ ол сұңқар. Көпше түрі, бірінші жақ біз сұңқармыз, екінші жақ сендер сұңқарсыңдар, сіздер сұңқарсыздар, үшінші жақ олар сұңқар. 25-ші жаттығу, берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді тап. Балалар, мынау кестеге қараймыз. Бұл сөздерге жіктік жалғауларын жазамыз. Бірінші, баламын, ұшқышпын, атасың, әдемісің, анамыз, әншіміз, құспыз, терекпіз. Бұл сөздерге жіктік жалғанатын түсіндіріңдер. 26-шы көп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Мен оразбай емеспін. Елдің жазықсыз, қылмыссыз адаммын. Біз бейбітшілікті сүйетін елміз. Сіз талантты ақынсыз. Бұнда қазақпын, елміз, ақынсыз деген сөздерге жіктік жалғаулары жалғанып тұр. Қазақпын деген сөзде пын деген жіктік жалғауының бірінші жағының жалғауы жалғанып тұр. Елміз дегенде көпше түрдің біз елміз бірінші жағында айтылып тұр. Ақынсыз дегенде бірінші жекеше түрінің сыпайы түрінің жалғауы жалғанып, жіктік жалғауы жалғанып тұр. 27-ші жаттығу, сызбаға қарап дәрігер сөзіне жазылған жалғауларды ажырат. Жіктік жалғаулары мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде. Балалар, мұнда дәрігер деген сөз берілген. Оған мін, сің, ге, ден деген
жалғаулар жалғаныптыр. Олай болса, мен дәрігермін, сен дәрігерсің. Яғни, бұл сөздер жіктік жалғауының бірінші жағы және екінші жағы болып есептелсе, ал дәрігерге, дәрігерден деген сөздер септік жалғауының ге барыс септігінің жалғауы, ден шығыс септігінің жалғауы болып тұр. Балалар, сабақ аяқталды. Тіркеліп, лайк басыңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.